Мен көбіне қандай состояниеде жүремін? Өзіңізге осы видео бойынша анализ жасаңыз. Адамдар күнделікті жоғарғы не болмаса төменгі состояниеде жүреді. Төменгі состояние қорқыныш, сенімсіздік, үмітсіздік, агрессия, апатия, ел не дейді, қолымнан келмесе ше, реніш, чувство вины, салыстыру, төмен самооценка. Жоғарғы состояние тәуекел ету, батылдық, қуаныш, шүкіршілік, гармония, қабылдау, өзіңді, тағдырыңды және жақындарыңды. Ылғи төменгі состояниеде жүретін болсаңыз, қарыз, ауру, измена, конфликт болады. Жоғары состояниеде жүретін болсаңыз, ылғи ақша, ойламаған жерден мүмкіншіліктер, повышение болады. Біз өмірімізде болып жатқан ситуацияны өзгерте алмаймыз. Біз ситуацияға деген көзқарасты өзгерте аламыз.